Баршаңызға сәлем, мен құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін дәмді әрі хош иісті имбирді пряниктер дайындаймыз. Менімен бірге дайындап, балаларыңызды қуантыңыздар. Ыдысымызға сары май, қант және әсел қосамыз. Қайнаған судың буында ерігенше бәрін жақсылап араластырамыз. Еріген массамызды сәл суытып, жұмыртқа қосып араластырамыз. Сұйық массамызға ұнды қосамыз. Шымшым тұз, разрыхлитель, мускатный орех, имбирь және де корица қосып жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қолға жабысатындай масса болуы керек. Бұдан артық ұн қоспаңыздар, себебі пряниктеріміз қатты және тығыз болып қалады. Бетін целлофанмен жауып, холодильникке 40-50 минут уақытқа алып қоямыз. Қамырымыз мұздап 40-50 минут уақыт демалған соң екіге бөліп жаямыз. Егер де менің арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Жайған қамырымыз қатты жұқа болып кетпесін, шамамен 8 мм-дей болу керек. Табамызға пергамент қағазын төсеп, пряниктерімізді тізіп қойып шығамыз. 180 градуста 10 минут уақыт пісіріп аламыз. Мен кішкені 5 минут артық ұстап қойыппын. Пряниктеріміз суығанша әрлендіруге глазур дайындаймыз. Қант ұсағына жұмыртқаны ақуызын қосып, блендермен жақсылап араластырамыз. Массасы көлемінде ұлғаю керек. Егер де шикі ақуызды қосуды қаламасаңыздар, орнына лимон шырынын қоссаңыздар болады. Дайын болған глазурды кондитерлік қапшыққа салып, пряниктерімізді қалауымша әрлендіріп шығамыз. Кондитерлік қабыңыз болмаса, орнына пакет қолдансаңыздар да болады. Осындай имбирді пряниктерді балаларыңызбен бірге дайындасаңыздар қуанып қалатынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видеом пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.